15 жасымнан бастап жұмыс істегенмін. 18 жасымнан бастап ата-анамның қолындағы ақшаға қарамағанмын. Өзім ақша тауып, өзім оқуға түсіп, стипендиямен күн көріп, енді арасында болды. Ақша жетпеген кезде сұрап деген сияқты. Оқуды бітіргеннен кейін 1 жыл тынбай жұмыс істеген болатынмын. Прям ештеңеге көңіл бөлмей, отношения құрмай, ровно 1 жыл. Сол кезде полный ата-анама көмектесіп отырмын. Ертең тұрмысқа шыққаннан кейін кейбір қыздар өкініп қалуы мүмкін да, неге мама папаға көмектеспедім. Сол өкініш болмас үшін дұрыс шешім қабылдаңыздар. Мен жалпы тұрмысқа шыққанға дейінгі ақшаларымның қайда жұмсалғанына мүлдем өкінбеймін. Өйткені өзіме де жұмсадым, ата-анама да бердім, үйге де көмектестім. Мені кішкентай кезімнен бастап, мен папаның қызы болғам. Папа менен ешқандай ақша аямайтын. Не қаласам да беретін. Сондай тәлпіш қылып өсірді негізі. Бірақ енді тәлпіш қылып өскен жоқпын. Сол жақсылықтарды ұмытпай, бойдақ кезімде де жұмыс істеп, мама папаға көмектескен болатын. Көмектескенде ақшалай беріп отырдым да, өздерінің қалаған нәрсесін алсын деп. Қараңыздаршы, қандай әдемі, аккуратно жасаған прям. Қыздар, маникюр, педикюр жасатам дейтін болсаңыздар, жібекте жасатсаңыздар болады. Салон тура Сайранның жанында, ЖК Каусарда орналасқан. Мен баяғыда блогер болмай тұрған кезінде жасап жүрген болатын, енді опыты күшті. Қазір Instagram и WhatsApp нөмірін қалдырып кететін болам. Мен барлықтарыңызға қалайсыздар? Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін. Таңғы сағат 8:30. Мен қазір тырнаққа бара жатырмын. Машинам бар ғой, еріндім, өйткені тура үй жақта екен. Жаяу 12 минут көрсетіп тұрды. Мен жаяу келе салайыншы дедім. Таңертең жаяу жүрген негізі өте пайдалы. Более таза болады. Бастан балдыр не шығып жатыр. Сіздерде не жаңалық болып жатыр, не өзгеріс болып жатыр. Қазір ғана завтракқа алма жеп шыққам. Завтрак ішетін уақытым болмай. Негізі мен таңғы асқа тамақ ішкенді өте жақсы көремін. Кәдімгі қою тамақтар болады ғой. Ішейін бір алманы чухать етіп жатырмын. Қарным ашып отыр тағы да. Мен бүгін біраз былай жұмыстармен жүріп келдім. Енді қазір үйдемін. Енді азанда Мансұр маған кеше көбейту кестесін жаттау керек деп келген. 2-ші класс оқиды, уже 4 пен 5-ті жаттатып жатыр екен. Мен өзім есімде, мен 4-ші класста ғана көбейту кестесін жаттап бастағанмын, ал қазір уже 2-ші класста 4-ші мен 5-ші көбейту кестесін жаттатады екен. Енді кешке бірдеңе қылып жатта деген ғой. Мен әлі бірде-бір рет көрген жоқпын жаттап отқанын. Енді қазір барып аяқ асты сұрап көрейінші, не істеді екен, жаттадым екен. Вот, қуанып бауырымыз да келіп қалды, ортамызға қосылып, міне толғанай мощный картошкасын қуырып қойды, салатын жасап қойды. Өстіп отырмыз, қазір тамақтанамыз. Рахмет айналайын. Қолыңа дерт көрмесін. Қолың дерт көрмесін, то есть. Не? Сөйтіп отырған жайымыз бар. Қазір бір нәрсені ақылдасып отырып, негізі біз құр тамақ жеп отқан жоқпыз, негізі бір нәрсені ақылдасып, бір нәрсені мучить етіп отырмыз. Ит, мысық дегендерді қатты жақсы көре бермеймін, бірақ біздің үйде ақ хаски ит болатын, алдында көрсетіп жүретінмін ғой. Сол ит, жоғалып кетті, білмеймін. Үйге келмейді, үйге барған кезде таппаймыз, бірнеше күн болды. Енді алдында бір итті көрдім де, жолда кетіп бара жатып. Тура біздің итке ұқсайды екен. Ит тоқтап тұрып, артқа жүріп барып қарасақ, ол емес екен. Итімді сағынып жатырмын. Хотя күнде тамағын беріп, суын беріп, өйтпеймші. Бірақ та үйге барған кезде күтіп алатын да. Енді бізді біледі ғой, таниды ғой. Үйдің иесі болғаннан кейін. Біреу жаным десе жылап жіберейін деп тұрмын. Бауыр басып қалдым ба, білмеймін. Үйге барған кезде іздейсің да. Жын ұстап тұр. Жоғалып кеткеніне. Қақта екен, тірі ме екен, тезірек келсе ғой деп. Назарчикті 40-нан шығарып алдық. Енді қазір Назарды енді 40-нан шығарған апаның үйіндеміз. Бүгін Асылым деген немересінің 1 жас туған күні еще тұсаукесері. Сонымен Назар екеуміз келдік мама үшін. Ал менде осылай аллергиямыз тоқтағаныңыздар. Көзімді әрең жуып қышып, папасы ұйықтап жатыр. Солай. Ал мына Нұрболат брачкам екеуміз Қапшағайға барып келдік. Көлігімнің зимний резиналарын алғанбыз. Сонымен сушняк ішіп
мына кстати мына зиги-заги деген бар ғой, который бәрі реклама жасайтын. Мен енді көрейін дедім, мен дәмі қалай екен, сонша рекламасы деген деді шем. Мына жігіт айтқан тәтті емес деп. Мен тәтті шығар деп алған. Сөйтсем мына онша емес екен, натури. Зиги-загиді бар ғой, вообще ішудің қажеті жоқ екен. Әуре болмаңыздар маған. 500-600 теңге құртып, керек емес екен. Порожняк. Маркетингтің құрбаны болдым мен. Керек емес амаңыздар маған, не стоит екен. Әрең ішіп жатырмын ғой. Да. Ақыр сатып алғаннан кейін. Дадаға реклама жасам, ақша төлеген жоқ. Ұйқыдастырсам, дастарға жайып қойды. Күнде ұйықтап қаппын мен. Жемейсің тамақ. Кел соғыс. Жоғы басыңмен. Ой, ас бозымызға. Ананас жесең, кішкене шейканы жұмсартады дейді ғой. Может, олар шақырып қалады, кім біледі.